Сіз өмірден өткен соң, ел сізді қалай еске алғанын қалар едіңіз? Қалай өмір сүрсең, солай өлесің дейді. Қалай өлсең, солай тірілесің дейді. Ел бәр ұмытады. Өзім сұраймын әйтеуір Алладан, әйтеуір бір соңғы демде кәлимамызды айтып, соңғы сәтінде сөйтіп кетсем екен. Еске алмай қойсын ба? Осы алмай қойсын, айтпай ақ та қойсын. Біздің тірлігіміз, әңгімеміз, істеген іс-әрекетіміздің бәрі тура болып. Дүниеден өтсең, халық бір жақсы бейнеңді, тұлғалық, азаматтық бейнеңді есіне алып жатса, сол жақсы деп ойлаймын. Өлгеннен кейінгі жұрттың еске алу, еске алмауы бүгін сенің Құдайды, содан кейін елдің қақсын еске алуыңа байланысты. Менің ұстаным өмірде тек қана жақсылық жасау керек. Ол жақсылық міндетті түрде артқа қайтады. Жаңа Бейсен аға деп айтып қалдық қой. Сол кісінің жаназасында болдым мен. Сөйтіп енді имам сұрайды ғой. Жақсы адам бет деп. Халықтың бәрі жақсы адам еді деп айтты да. Адам не дейді? Қалай еске алады, солай дұға қылады ғой. Қарызы бар ма еді дегенде топтан. Жоқ, керісінше Бейсен ағаға біз қарызбыз деген сөздер естілді. Пайғамбар айтады, адам өлгенде артынан үш ақ нәрсе барады дейді. Бірінші жақсы перзент, екінші бау-бақша, мешіт, медресе, үшінші шәкірт. Мен сол үшеуін қалдырғанды қалаймын. Бүгінгі тірі кезінде істеген ісіңнің нәтижесіне байланысты. Жер барып айтпасын дейміз де өзіміз жібереміз ғой. Тәңірді ой деп отырып ше. Сол сияқты жер барып айтпасындардың қатарынан болып қоймасақ деп ойлаймын. Адамдардың жүрегі Алланың қолында. Ол жүректерге Құдай мені жақсы жағынан еске алдыртам десе, Құдай еске алдыртады. Ұлтыңа еңбегіңді сіңдің бе? Халқыңа аянбай еңбек еттің бе? Егер де сонымен де бағалы болатын болса, кейінгі ұрпаққа да қажетті болатын болса, онда өзін еске алады. Ол жақсы адам еді деген кезде оған жәннат уәжіп болды дедім. Сол үшін де адамдардың артынан жақсы сөз айтыңдар екен де. Сенің атың берілген көшеде тұрып, сені танымайтын адамдар болуы мүмкін. Сен қалай өмір сүрдің, адамдар сені солай еске алады. Тоқ етер сол